Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен болоньезе пиццасын үй жағдайында дайындап пісіретін боламыз. Өте дәмді, сочный және де тойымды пиццалардың қатарына жатады. Егер де бұрын соңды дәл осы пиццаны жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы пиццаны жасап көрулеріңізді сұраймын. Видеоны жібермей мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қажетті заттарын дайындап аламыз. Бізге фарш, қызанақ, сәбіз, сарымсақ және де чеснок қажет болады. Барлық көкөністерімізді осылай төрт бұрыштап, ұсақтап, турап аламыз. Егер де сіз осы пиццаны жасайтын болсаңыз, міндетті түрде начинкасынан бастап жасайсыздар. Себебі біз қазір начинкасын 2-3 сағат көлемінде қайнатамыз, одан кейін суытамыз. Сондықтан көп уақыт алуы мүмкін. Бірінші осы начинкасынан бастайсыздар. Одан кейін соусты дайындайсыздар, одан кейін қамырларыңызды дайындайсыздар. Себебі біздің соусты егер де сіздер қайнататын болсаңыздар, онда оны да суытуларыңыз қажет болады. Сондықтан соусты екінші, одан кейін қамырын дайындайсыздар. Егер де соусты қайнатпайтын болсаңыздар, онда қамырын, соусын бірге дайындай берсеңіздер болады. Ыдысымызға майымызды құйып, қыздырғаннан кейін көкөністерімізді салып, бір қабат осылай қуырып аламыз. Қатты қыздырып, қызарғанша қуырудың қажеті жоқ. Бір қабат майымызға қуырылғаннан кейін үстіне фаршымызды салып, жақсылап қуырамыз. Біздің фаршымыз жақсылап қуырылуы керек. Фаршымызды жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне 2 ас қасық томатымызды саламыз. Міне біздің фарштарымыз қуырылды. Томатымызды саламыз. Одан кейін араластырамыз. Татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды салап, тағы да араластырамыз. Барлығын осылай араластырып алғаннан кейін үстіне суымызды құйып, оның үстіне қызанағымызды салып, біздің суымыз қайнағанға дейін жақсылап қақпағын жауып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін, егер де сіздер көбірек қайнататын болсаңыздар, онда суларыңызды да көбірек қосасыздар. Мен басында 300 грамм құйдым, одан кейін артынан 200 грамм тағы да су құйдым. Суды құйғаннан кейін қақпағын жауып, баяу отта бұқтырамыз. Біздің суымыз ақырын отта қайнап тартылуы керек. Су тартылғаннан кейін отымызды өшіріп, начинкамызды суытамыз. Міне мен 3 сағат көлемінде қайнаттым. Осындай қоюлықта болады. Енді осыны суытамыз. Біздің начинкамыз суығанға дейін қамырымызды жайып дайындап аламыз. Мен алдыңғы видео сабақта пиццаның қамырын және де соусын қалай дайындау керектігін көрсеткен болатынмын. Егер де көрмеген болсаңыз, қазір жоғарыдан сілтемесі шығады, кіріп қарап көрсеңіздер болады. Немесе видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер де болады. Біз қамырымызды қолымызбен жаямыз, осылай оқтауды пайдаланбаймыз. Егер де қамырымыз созылмай жатса, кішкене жоғары көтеріп, алақанымызбен созып жібереміз. Ортасынан шетіне қарай қолымызбен тартамыз. Бізде ортасы жұқа, шеттері сәл қалыңдау болуы керек. Көріп тұрғандарыңыздай ұнды мүлдем қоспаймыз. Бастапқы кезде ғана қосамыз, содан кейін қоспайтын боламыз. Біздің қамырымыз өзі жақсы, тыңдағыш, тез жайылатын қамыр болып шығады. Міндетті түрде осы қамырмен жасап көрулеріңізді сұраймын. Енді сіздер қамырларыңызды жайып алғаннан кейін пиццаның арнайы формасы болса, соған қондырсаңыздар болады. Немесе мен секілді осындай пергамент қағазына қойсаңыздар да болады. Енді осыны 30-дық диагоналдықпен осылай өлшеп аламыз. Пиццаның рецептісі бойынша көлемі 30 сантиметр болуы керек. Өлшеп алғаннан кейін осылай артық жерлерін өріп, дөңгелектеп шығамыз. Мінекей біздің пиццамыздың қамырын жасап алдық. Енді противенімізге қойып, үстіне соусымызды құямыз. Дәл осы кезде духовкаларыңызды қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Духовкамыз максимальный градуста қызып тұруы керек. Әр пиццаға 3 ас қасықтан қостым. Қалауыңыз бойынша 3 немесе 4 қоссаңыздар да болады. Соусын қосқаннан кейін жағамыз, жаққанда шетіне қарай жақпаймыз. Шетіне тигізбей
дәл осы видеодағыдай жағып шығасыздар. Себебі қазір духовкаға түскен кезде біздің соусымыз сыртқа ағып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай шетіне тигізбей ортасына жағып шығамыз. Алдын ала үккіштен өткізіп алған сырымызды қосамыз. Сырды таңдау өз еріктеріңізде, қалаған сырыңызды қоссаңыз болады. Енді осының үстіне жаңағы қайнатып суытылған біздің салмамызды қосамыз. Барлық салмамызды осының үстіне жағып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 200-220 градуста 6-7 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде қарап отырыңыздар және де температурасын максимально қоясыздар. Сонда сіздердің қамырларыңыз тез көтеріліп, жұмсақ болып шығады. Қамырларыңыз қатып қалмайды. Сондықтан міндетті түрде жоғарғы градуста қойып пісіресіздер. Міне біздің пиццамыз дайын болды. Өте нәзік, сочный болып шығады және де тойымды, үлкен кісілерге жақсы үйлеседі. Сондықтан жасап көрмеген болсаңыз, дәл қазір жасап көрулеріңізді ұсынамын. Баршаңызға рахмет, ас болсын.